Сабыр еткеннің сауабы көп па, шүкір еткеннің сауабы көп па деген бір сұрақ қойылды бір жерде. Жақсы бауырлар, жауабы шүкір еткеннің сауабы көп болады. Дәлел Құранда аят бар. Алла Тағала айтады, аз қауымдар ғана шүкір етеді дейді. Ғалымдар дұға қылады екен, Алла аз қауымның қатарында етші деп дұға қылады екен. Оны естіген кейбір адамдар, сен көпшілікпен деп дұға қылмайсың ба? Дұғаң қызық қой деген кезде, сол кезде жаңа кісі айтады екен, мен Құрандағы аятты меңзеп тұрмын. Алла Тағала Құран Кәрімде деп айтқан, аз қауым ғана Аллаға шүкір етеді дейді. Сол аздың ішінде кетуіміз Алла нәсіп етсін бауырлар. Енді сол сөзді ашып тастайын, неге шүкірдің сауабы көп? Неге сабыр емес? Сабыр деген мәселе, міне сол тақырыпқа кіріп жатырмыз. Сабыр деген бір қиыншылық келеді. Қазір түрлерін өтеміз иншалла. Сабырдың бірнеше түрі бар. Сол кезде сізде не болмай қалады? Вариант болмай қалады. Себебін бәрін жасап көресің. Мысалы, қиыншылық түсті, емханаға түсіп қалдың, дәрігерлер кесетін, соятын жерді сойды, тігетін жерін тікті. Енді не деп айтады? Енді бауырым, дұғаңды тілей бер енді. Біз қолымыздан келетін жасады, сабыр ет дейді. Yani biz қолымыздан келетін нәрсені істеп біттік деп жатыр олар. Соны деп айтады адамдар, ғалымдар, сабыр дейді. Сабыр ет бауырым. Айығып кетесің, сабыр ет дейді. Ал шүкірікше неге? Шүкірде өрде проблем болмайды. Шүкірде сенде бәрі жақсы, соған қарамай сен пенделігіңді мойындап, сен Раббыңа басыңды иіп, шүкір деп айтасың. Ал ол қиын болады нәпсіге. Адамдар нәпсі үлкейген кезде ол сөз айта алмай қалады. Бауырым, жақсы екен сенде бәрі, әзір Құдайға шүкір деп айтса шеше, дұрыс қой, Құдайға шүкір деп айтам ғой, бірақ деген әңгіме басталады ғой жанында. Мен үйттім, мен сөйттім, мен жатпадым, мен қимылдадым, әрекет жасадым, ана пәленше сияқты жалқау емеспін мен. Деп, Алла Субхана ва Тағаланың жанына өзін қосып алады да, бірақ деп қойып. Олай болмайды бауырлар. Сол кезде нәпсіге ауыр болады. Соны Алла Тағала Құран Кәрімде деп жатыр, аз қауымдар ғана шүкірлік етеді Аллаға дейді. Көпшілігі деп жатқан жоқ. Сол үшін шүкірліктің сауабы не екен бауырлар? Ғалымдар айтады, шүкірліктің сауабы көп дейді. Әрине сауап, сабыр етсең ше, марратайни бима сабару. Ал сабыр етсең, оның несі екі есе болады деді. Сауап екі есе беріледі. Сабыр етсең сауап аласың. Былай ақылмен қарасақ, Алла мейірімді, қиыншылыққа өзіміз кейде душар боламыз. Соған сабыр етіп, Алладан көмек сұрасаң, Алла Тағала саған көмектеседі, және екі есе сауап береді екен да. Бірақ қарасаң, пайдасын да өзіміз көріп жатырмыз ғой. Ал шүкірлік мәселесі ондай мәселе емес. Қарның тоқ, уайым қайғы жоқ. Соған қарамай құлшылығыңмен Аллаға шүкірлік жасай алсаң, сауап, оның несі айтылмайды.